Бауырыңыз мазалап жүрсе, төменде көмектесетін 5 сусынды айтатын боламын. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар, сіз білмейтін пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ағза ретінде де, адам ретінде өте қадірлі. Екеуіне де өте жақсы қарауымыз керек. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзаларыңыз үшін қам жемсеңіз де болады. Бауыр шылаққа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік билейді, семіздік мазалайды, тері сұлулығын да жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазартуға болады. Ал мен қазір қарапайым сусындармен жуу туралы әдісін айтатын боламын. Сәбіз шырыны. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де өте көмегі көп. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырға өте пайдалы. Көктен дайындалған сусын. Көктерге қырыққабат, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз де болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жақсартқыңыз келсе, ас үйіңіздегі көк шай сізге көмектеседі. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шай ішу әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусынды ішуге болмайды. Цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, гейпфрукт, апельсин, лайм сынды жемістерді аз мізіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен шырын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалы ол лимон шырыны екенін ұмытпаңыз. Қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айнымас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысы жеңілдеп, артық шлактан арылады. Егер қызылша шырыны сәбіз, лимон, зімбір, базилик немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңыздағы аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішсеңіз, емді бір ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырыны, банан, сұлу және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Дәл осындай пайдалы ақпаратты өткізіп алмасы үшін YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.